Құрметті оқушы, біз бүгін зат есім деп аталатын тақырыбымызды бастаймыз. Зат есім сөз таптарының ішінде заттың атын, нәрсенің атын білдіретін, кім не дейтін сұраққа жауап беретін, ең көп кездесетін сөз таптарының бірі. Зат есім тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі зат есім және туынды зат есім. Сұрақ есіңде болсын. Кім, не, кімдер, нелер, кімім, нең, тәуелденіп те, көптеліп те, септеліп те жұмсала беретін, өте көп түрленетін сөз таптарының бірі. Яғни, заттың нәрсенің атын білдіреді. Міне сол заттың нәрсенің атын білдіретін сөз табы тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім болып бөлінеді екен. Негізгі зат есім бұл тек түбір тұлғасында тұрады. Ешбір жұрнақ жалғанбайды. Бірақ жалғаулар жалғануы мүмкін. Мысалы, от, су, жер, ана, ешқандай жұрнақ жоқ. Түбір тұлғасында тұр. Міне, түбір күйінде тұрып, кім не дейтін сұрақтарға жауап беріп тұр екен. Ал туынды зат есім бұл аты айтып тұрғандай, мынау түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есім. Сондықтан да екінші бір сөз туылады. Оның түбірі зат есімде болуы мүмкін, сын есімде болуы мүмкін, етістікте болуы мүмкін. Мысалы, отын деген сөздің түбірі от. Бұл зат есімнен зат есім жасап тұрған жұрнақ. Боран деген сөздің түбірі бора. Не істеді деген, қайтты деген етістіктен жасалып тұр. Білім деген сөздің де түбірі біл, етістіктен жасалып тұр. Тарсыл деген сөздің түбірі тарс, еліктеу сөзден жасалып тұр. Жеңілдік деген сөздің түбірі жеңіл, сын есімнен жасалып тұр. Яғни, кез келген сөз таптарынан жасалып отырады екен. Демек, туынды зат есім дегеніміз түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалып отырған зат есім. Енді зат есім құрамына қарай да екі түрге бөлінеді. Құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім болып бөлінеді. Дара зат есім дегеніміз аты айтып тұрғандай түбірі біреу болады. Оны мына негізгі зат есіммен шатастырып алмайық. Негізгі зат есімде жатады дараға, туынды зат есімде жатады дараға. Себебі бұлардың екеуінің де түбірі біреу ғой. Міне, отан деген сөздің түбірі мынау негізгі зат есім әрі дара зат есім. Ал енді жерлес деген сөз бұл негізгі зат есім емес, бұл туынды зат есім. Бірақ бұның түбірі біреу болғандықтан бұл да дара зат есімге жатады екен. Демек, түбірін тауып аламыз да, қымбатты оқушы. Сол бір түбірден жасалып тұр ма, әлде екі түбір, үш түбірден жасалып тұр ма? Соның айырмашылығын жақсылап біліп алуымыз керек. Демек, түбірі біреу болса, оған жұрнақ жалғана берсін, жалғау жалғана берсін, немесе жай ештеңе жалғанбай түбір күйінде тұрсын, ол дара зат есімге жатады екен. Мысалы, тарақ сөздің түбірі тара ғой. Демек, бұл бірақ түбір ғой. Сондықтан туынды зат есім бола берсін, ол дара зат есімге жатады екен. Ал күрделі зат есім дегеніміз аты айтып тұрғандай кемінде екі түбірден жасалып тұратын зат есім. Ол түбір қосарлануы мүмкін, ол түбір қысқаруы мүмкін, ол түбір тіркесуі мүмкін, ол түбір бірігуі мүмкін. Мысалы, бала шаға екі түбір қосарланып тұр. Қос сөзді зат есім. Назарбаев университеті бұл қысқарып тұр. Екі түбірден жасалып тұр. Тараз қаласы бұл тіркесіп тұр. Міне, бұл да екі түбірден жасалып тұр. Немесе кәсіподақ, зейнетақы, құрбақа, аққу деп жатамыз. Екі түбір бірігіп тұр. Демек, құрамына қарай зат есім дара, күрделі зат есім болып бөлінеді екен. Дара зат есім дегеніміз түбірі біреу болатын негізгі немесе туынды зат есімдер дара зат есімге жатады екен. Ал күрделі зат есім дегеніміз кемінде екі түбірден құралатын зат есімдер екен.